Себебі сол Аллахтың дінін білмегендіктен, бұл дінді ұстамағандықтан, ислам дініне амал қылмағандықтан. Өзі мұсылман мен мұсылманның арасында шекара деген ұғым жоқ, шекара деген нәрсе болмайды. Біз қазір мемлекеттердің шекарасы туралы айтып отырмыз. Енді бірі шығып, не сен көршіңмен арада забор қылмайсың ба деп айтуы мүмкін да. Бұл үйлердің арасында өзінің үйінің айналасын забормен қоршау, намақрамдар көрінбейтін етіп қоршау деген. Яғни айналаңда тұратын көрші үйлерден өзінің үйінің айналасын қоршау дегені, яғни намақрамдар көрінбеу үшін. Енді мемлекет пен мемлекет арасындағы шекара. Бұл мемлекеттеріміз өзі жасанды, яғни искусственный мемлекеттер. Неге десе, бұл жердегі халқымыз мұсылман болса, Алла Құранда сендер бір-біріңмен аға іні сияқты бауырсыңдар деген болса, аға іні сияқты бауырларды екі мемлекетке бөліп, сен басқа мемлекетсің, бұл басқа мемлекет. Шекарадан өтіп кетпеген, өтіп кетсең атып тастайды міне бұл деп автоматпен адамдарды шекараға әкеп қойып қойса, онда қалай бұлар аға іні сияқты бауырлас болады? Өзіңіз елестетіңізші, аға іні сияқты бауырсыздар. Бауырыңыз шекараға адам қойып қойған, рұқсатсыз өтсе атасың деп. Бауырыңыз шекарадан өткен еді, атып тастады. Бауыр бола ма? Дұшпан болады ғой ол. Алла Тағала Құранда муминдердің бір-біріне бауыр екенін айтқан. Бауырластыққа амал қылса, Қырғызстан, Өзбекстан, Қазақстан, Тәжікстан болсын, мұсылман мен мұсылманның шекарасы болмайды. Шекараның болуы өзі харам. Мұсылман мен мұсылманның арасын тосып, әлгі шекарадан өтіп жатқан мұсылмандардың қиыншылықтары әр жерде айтылып жатыр ғой. Сондай проблема болмайды мұсылман мен мұсылманның арасында. Енді біреулер айтуы мүмкін да, енді бұл мемлекет қой деп. Егер мемлекет болса, бұл мемлекетті де біреу құрды да, оның шекарасын біреу белгіледі. Оны ешбір мұсылман өзі келіп белгілеген жоқ. Біреудің белгілеген шекарасы, онда да сол жауымыз болған орыстың белгілеп берген шекарасы. Басында бұл шекара болмаған, ал шекара туралы адамдарда мүлде түсінік болмаған. Кейін бұл орыс шекараларды сызып, шекара деген нәрсені пайда қылды. Шекараларды сызып беріп, мына жағы сенікі, ал мына жағы сенікі деп, шекара деген нәрсені сызып пайда қылып берді. Енді шекара болу керек та, мемлекеттік заңнамада шекара бар деп әлгі өтірік жалған болған нәрселерді айтып жүргендер де бар. Біз сондай кісілерге айтатынымыз, міне Европада да мемлекеттер бар. Асфальтта екі мемлекеттің арасында сары сызықты сызып қойған. Десе, мына жағы басқа мемлекет, мына жағы басқа мемлекет. Мына жағы Бельгия, мына жағы Голландия деп өмір сүріп жатыр адамдар. Басқа елден басқа елге өтіп, еш нәрсесін көрсетпей өтіп кетіп жатыр. Оны бір шетінен тексеріп, рентгенге салып, сумкасын ақтарып, сондай қылып жатқан жоқ. Адамдар ол елден бұл елге өтіп өмір сүріп жүр. Ақшаларын бірдей қылып алған. Ақшаларында ауыстырып та отырмайды. Діндерде басқа, тілдерде басқа, жалпы бәр нәрсесі басқа-басқа болған ұлттар. Осылай өмір сүріп жүр адамдар. Бұл өмірде бар нәрсе. Енді Алла Тағала аға іні бауырсыңдар деп жүрген адамдар мұны істемесе не дейміз? Дүниеде бәр мемлекеттен озып кеткен Европа адамдардың көзімен қарасаңда, өмірден артта қалып кеткен қалақ, саясаттан хабары жоқ төмен, адамдығы нөлге тең адамдар болады. Кеше күні бірі шекарадан өтіп кеткен екен, атып тастапты. Не үшін атты десе, телефон алып өткен екен, соған атып тастапты. Өліп қалды сол жерде. Бұл бір адамның өмірі, бір адамның жаны. Пайғамбарымыз Қағбаны қиратып, оны бұзып жіберуден де жаман деп айтқан бір момын мұсылман адамды өлтіруді. Қағбаны айтып тұрып, телефон алып шекарадан өтіп жатқан еді, атып тастапты. Өлді сол жерде. Және басқа солай өткен еді, оны да атып тастапты. Десе, шекарадан өтіп кетіпті дейді. Өзі бұл шекараларды кім сызып белгілеп берді десе, дұшпан болған кәпір келіп, орыс екеуінің арасына шекара қылып сызып берді. Бұл жағы сенікі, бұл жағы сенікі деп. Кәпір шекараны сызып белгілеп берген соң, оған ақша бөле бастады. Халықаралық валюта қоры, халықаралық банк дегендер. Ажыратылған қаржыны алып біздікілер әрдайым шекараны нығайтуға деп, Назарбаев уақытында шұқыр қазырды Өзбекстан мен Қырғызстан елдерімен. Сым тікенге ұқсаған нәрсемен қоршап шықты. Солдаттарды автоматпен шекараға қойды. Өтіп кетсе атып таста деп. Шекарадан өтіп кетсе не қылады? Күнә бола ма? Өтсе сол туысқанның үйіне, ағасының үйіне, жақындарының үйіне. Бұлар атып тастап жатқандар, сол біреудің ағасы, бауыры, құдасы, туысқаны, халықты енді бір-бірімен араласып жүрген қазақ, қырғыз бір туған деп. Шекарадан өтіп кеткен адамды солай атып тастау харам. Бұл істі мемлекет қылса да харам, тұлға қылса да харам. Мұсылман мен мұсылманның арасында дұшпандықты пайда қылу харам іс.
өзі мұсылмандардың мемлекеті бір болады, заңдарда бір болады, құдайларда бір болады, раббылары тарапынан үкімдері, заңдарды түсірген кітабы бір болады. Сол үшін бұл шекара мәселесі, сол Алланың дінінен ұзақтасып, Алланың дінін бір шетке сүріп қойғанымыздан кейін, кәпірдің жолына ерген соң, кәпір бұл шекараларды белгілеп сызып берген. Мен сызып белгілеп берген жерді менің отаным деп айтасың, соның ішінде өмір сүресің. Ең қызығы, сізге сызып бір жерді белгілеп беріп, соның үшін менің отаным деп айтасың десе, біздікілер, я, бұл менің отаным, менің жерім деп айтуда. Бүгінгі күнде әлгі патриоттарымыз бар ғой, менің отаным, отан үшін отқа түссең күймейсің деп жатқандар. Кәні отаның десе, сол сызықтың ішін көрсетеді. Кім бұл жерді сызып белгілеп берді десе, орыс сызып белгілеп берген. Онда сен жақсы көретін отаныңды орыс сызып белгілеп береді екен да. Егер орыстың қолы қисайып кетіп, үлкенірек қылып сызып жібергендеші, үлкен жерді менің отаным деп айтатын едің ба? Ертең ашуланып Қазақстанды екіге бөліп тастаса, міне Южный Корея, Северный Корея қылып бөліп тастады ғой. Енді қазір бір-бірімен дұшпан болып ұрсуда. Суданды бөліп тастады, Южный Судан, Северный Судан қылып, Югославияны бөліп тастады, 6 мемлекет қылып. Ертең сондай бір сылтау тапса, Қазақстанды бөліп тастаса, қай жағын менің отаным деп айтасың? Өзің тұрып жатқан жағын отаным деп айтасың да, екінші тараппен дұшпан боласың да. Десе, орыс сызып белгілеп берген мемлекетте, осы жерді менің отаным деп айтасың деп. Не сонда бір жерді сызып белгілеп берсе отан болып қала ма? Және бұлар отанды сүю имандан деп қояды. Қайсы отанды сүю имандан? Егер сондай аят болса, хадис болса, өзі ондай сөз аятта да, хадисте де жоқ. Мейлі осы сендер айтқандай отанды сүю имандан болса, қайсы отанды айтып тұрсың? Орыс сызып белгілеп берген жерді отан деп, отанды сүю имандан деп тұрсың ба? Орыс сызып белгілеп берген жерді отан деп, оны сүю имандан деген ба? Сол орыс сызып белгілеп берген отанның ішіне кіргенде атып таста деген ба? Бүгінгі күнде сол шекаралар мұсылмандарды бөлу үшін, ажырату үшін жасалған кез келген іс Алла Тағала харам еткен. Бұл шекаралар жасанды шекаралар, яғни біреу белгілеген шекаралар. Бұл бұрыннан келе жатқан шекара емес, тарихта болмаған, 30 жыл алдын болмаған шекара. Сондықтан момын адам мұндай шекараларды шекара ретінде қабылдамайды. Мейлі олар шекара деп айтып жатқан болса да, мейлі сол шекара үшін бар күштерін салып жатқан болса да, мұның шариғатта 1 грамм қадірі жоқ. Біз мұны шекара деп санамаймыз. Ол сол елдің адамы, болмаса басқа шет елдің адамы, біздің дұшпан болған мемлекеттің адамы демейміз. Орта Азияда тұрып жатқан адамдар біздің мұсылман бауырларымыз. Тіпті тілімізде, дінімізде, ұқсастығымызда бәр жақтама бір-бірімізге ұқсаймыз. Кеше ғана аға іні сияқты бір-бірімізбен араласып жүрген халықтар едік. Енді бүгін арамызды тосып, шекара деген нәрсені пайда қылғандықтан арамызды бөліп тастады. Сол үшін момын адам Алла Тағала харам қылды. Мұсылман мен мұсылман арасындағы шекараны деп, оларды бөліп тұратын, бір-біріне дұшпан қылатын мына кәпірдің шекара деген түсінігін басымыздан алып тастап, осы проблемадан құтылуға әрекет ету керек. Сондықтан бір-біріне дұшпандық тудыратын бұл момындер арасындағы шекара сияқты ешқандай кедергілер болмайды. Сол үшін бұл шекара тек кәпірге пайдасы болмаса, мұсылман халықтарына пайдасы жоқ. Неге десе, әрдайым көмектессе, шекараны нығайтуға, күшейтуге көмектесті дейді. Егер екеуде бір халық болса, бір-бірімен аға іні сияқты бауырлас болса, бұл шекараны нығайтудың, күшейтудің не қажеті бар? Бұл сөздерімізді әрбір ақылды адам түсінуі керек.